Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мынау Ақши ауылындамыз біз. Мына жерде жерді заңсыз қоршаған дейді, анау жолға тақап. Мынау өткендегі жер өлшегіштердің қағып кеткен қазығы қоршау, осы жерден түсу керек. Мына жерге көл қазып жатыр екен кәсіпкерлер. Қазір ауылдың халқы жиналып тұр мына жерде. Өзінің наразылығын білдіріп, өйткені ауылға тиесілі жерлердің бәрін өстіп кәсіпкерлер қоршап алған заңсыз. Анау тұрған қазық пен қоршаудың арасы 20 метр. Мына қазығымыз. Мына қоршау өздеріңіз көргендей жолға тақалып тұр. Алуымыз керек. Қазір балаларға алсақ, өзіміз жеткізуге солай берді олар. Аудан біледі, аудан қағаз подтвердетті. Берілген екен рас. Енді бұл ертең айтқан кезде жоқ. Сиырды шапалайын деп та. Болмайды. Басқаша бір не жасамасқан шығарсыздар әлгі. Так, мынау қазір сөздің қысқасы керек. Жаңа бір кісі айтып кетті, ол сенің ана түріңе қарамайды, мына қалтаң ойнайды. Сол сияқты кім біледі оны. Бірақ мына жер берілгені рас екен. Заңды түрде. Дұрыс па қабиден? Сен де сауаттысың. Бірақ енді сол, бірақ не болды? Бірақ деген не болды? Вопроспен түсінбедім. Болсақ, біріншіден мен енді бүгін басыққа келді, өткен басықшы мына жерде. Болсақ, просрочный. Динара мен сөйлесті ол кісі. Без проблем. Сөйтеміз десе, не, препятствовать етпейміз дейді. Сот арқылы деп жатыр, да? Сот арқылы болсын. Біз енді қалай мен ана жерде госактты деп? Қалай неге сот арқылы? Болмайды. Не үшін сот? Сендердің алған сол жерлерін бір бөлек. Динарамен сөйлесті. Динара кетпеді. Динара, разъясните, о чем вы поговорите. Білесіз ғой. Я Долматов келді ғой, он ничего так не говорил, что просто гусак. Ну вот я сейчас гусак дала, я сейчас хотела выяснить, просто сейчас я в районе передала. Здесь срок не написан. Я не знаю. Маған айтқан сөзді мен де айтып жатырмын. Мен мысалы өзім басымды кіммен білемін. Мен адам емеспін. Ешкіммен ол кісінің келмейді. Осы ауылға уже сіңіп кеттім деген сияқты ғой. Сол тұрғыны болып тұрсың ғой. Иә. Сол үшін енді үлкен басықта не айтып жатыр, мен сол сөзді не сіздерге айтып жатырмын. Қара Қабиден, анау 2013 я 20 мартта беріп тура как раз келіп тұр екенбіз ғой. Мынаны қараңыз. 2013 деп. Мына жерге беріледі 2 жыл или 5 жыл деп. Мына жер жоқ. Қараңыз ба? Жазылмаған. Бұл уже заң бумажный делада көге. Жоқ, сен үй саламын деп тұрсың, бәрін білесің ғой. Міне мен саған тағы да айтайын. Бұл жерде жазылмаған. Неге жаңа сіз айтып тұрсыз ғой? Сестің қатысы жоқ әлі. Сес бұл жерде при чем? Сес келеді. Сен де осы ауылдың азаматы, біз де сондықтан осы жерімізді тәменді етіп бастығында енді бастығың бәрін біліп тұр екен ғой. Бізге осы жерімізді мына жерімізді бөліп беріп аламыз болды. Сөздің қысқасы солай. Бұл жерде бұл жігіттер бірдеңе жасайын деп тұрған жоқ. Өздері тиесілі ауылда тиесілі жерін аламыз. Ауылдың жері берсе, ауылдың жері бар. Айқай да болмайды, шу да болмайды. Жоқ, менде айқай да маған керек емес, шу да керек емес. Енді жай ауылдың атынан Динара, вы созвонитесь еще раз себе. Осы сөзді, сөйлескен сөзді айтыңыз. Мен егер решать етсем, честно, я бы забираю. Сонда бір адам Жоқ, енді сен решать етпейін, өткенде келгеннен бері бір жетті. Уже бүгін міне 10 күн болды. Сен содан бері сонда бастығы келмеді ма? Сонда халыққа не айтамын деп саған ештеңе айтпай ма сонда? Келді. Сөйлесті Динара ауылдың адамдары. Ондай болса саған бір жеті беріп, бір жеті өткенде айттың, бір жеті беріп, бір жеті бәрін шешемін. Енді міне 10 күн болды ғой. Сонда олардың халықты да ауылдың халқы сендерге сонда ештеңе емес па?
иманжан болот менин. Иманжан, мен халықтың сөзі Сендер халықтың жерін ауылдың жеріне кіріп отырсыңдар. Сендердің сатып алған жеріне ешкім мында претендовать етіп жатқан жоқ. мен тағы да айтып жатырмын. істей беріңдер ол жерде. Түсіндім сізді. Мавзолей сақ, музей сақпай. Түсіндім. Но Мен қазір халықтың Динараға жерін айтып босатып жатырмын. беріңдер. Динара непосредственно қазір менің бастығыммен связьда. Бүгін сөйлесті. Сіз осы сөйлескен әңгімені бастыққа айтыңыз. Потому что мен көредің басына секірдім. Сол үшін оны көп істеп жасаймын деп жатқан жоқсыздар. Егер де сіз бастасаңыздар, ертең сіз мысалы дұрыс па? Сол үшін қазір мысалы Динара бастықпен сөйлесіп қандай шешімге келеді сол Динара сіздерге айтады. Шықсаңшы бастығым. Бастық енді келмеймін, Звондашы, бастығым айт. Маған халық кетті де, не істейді? акиматтан адамды Айтма, бәрі бір басын ұстап алып кетті. Кеткім келсе Здесь, короче, народ собрался из нашей связи. Здесь и акимат Динара здесь стоит. Судов, все нам положено, эти бумаги, значит, наши. А у нас Как, по-моему, вот рюкзак вообще есть. рюкзак. Не знаю, они здесь говорят, срока нету, да, в 2013 году давали, а срока нету, дается. Отлично прописывается, а он говорит, написано, значит, бессрочно. Да. Динара вот тоже стоит, сейчас я все передам. Да-да. Сергей Сергеевич. Да-да-да. Алло. Бастығына бер. Да-да-да. Айтма. Да, бастал Сейчас телефон не указано срок аренды, и оно на балансе же. Уже когда в 2013 году было выдано, 20 Окей, мен қазір ғана айтып жатырмын. Бастық Динарамен хабарда. Не айтады, пожалуйста, Динараның да шалған жері болса, Біз шешеміз. қандай шешім емес ол. Хорошо, шешсеңіздер, давайте. Не шештіңіз, оны істеңіздер. Ол сіздер ауылды қой деп ауыл тыныштандырасыздар. Ауылды шығарайық, болды бәрін.